Армысыздар, құрметті Дарын онлайнның YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің түсіріліміміз ол мұғалімдерге арналады. Осы уақытқа дейін біз мұғалімдерге өте көп пайдалы видеолар түсірдік. Егер де сіз оларды көрмеген болсаңыз, біздің YouTube арнамызға кіріп, соларды көріп, өзіңізге пайдалы ақпарат алыңыз деген біздің ұсынысымыз бар. Олай болса, кеттік. Құрметті ұстаздар, сөзімнің басында айтқым келетіні, ол егер де өрт сөндіруші қателессе, ол бір үйді құтқара алмайды. Егер де дәрігер қателессе, ол қолының астында жатқан науқасты құтқара алмайды. Егер де ұстаз қателессе, ол бүткіл ұлтты өлтіреді, былайша айтқан кезде. Өлтіреді деген сөзді қолданғым келмеген, бірақ та оның сөздің расы. Себебі ұстаз дұрыс тәрбие бермесе, целый поколение, целый ұлт бізде дұрыс емес бағытқа кетеді. Есептеп қарасақ, бір ұстаздың бір жылдың ішінде 500-ге жуық баламен контакт жасайды. Яғни сіз 500-ге жуық баланың болашағына өзіңіздің ықпалыңызды білдіре аласыз. Сіз 500 баланы дұрыс бағыттасаңыз, олар ертең еліміздің кірпішінің дұрыс қалауына қандай да бір үлес қоса, ол сіздің үлесіңіз. Бекерге айтпайды ғой, Құранда жазылған ең сауапты істердің бірі ол білім алу, үйрету, білімді басқаға беру. Сол себепті бұл біздің қазіргі ұстаздарымызға байланысты. Қазіргі таңда ұстаз деген мамандыққа сұраныс өте жоғарылады. Оған себептердің бастысы ол студенттердің шәкіртақысы екі есе өсті. Қазіргі таңда ұстаздарымыздың жалақысы да екі есе өсіп жатыр, одан да ары қарай өсе береді. Бірақ та құрметті ұстаздар, сіздер бір нәрсені сезінсеңіздер, бұл біздің болашағымыз, ол сіздердің қолдарыңызда. Сол себепті оқушылардан бөлек ұстаздар өте балаларымыздың болашағы үшін жауапты. Екінші, бұл не үшін жауапты деп айтатын себебім, ол Мағжан Жұмабаевтың осыдан 1920 жылы педагогика деген кітабында жазып кеткендей, баланың ақмақ болып қалғаны, баланың дұрыс емес қимылдар, дұрыс емес нәрсе жасауының барлығы, баланың дұрыс емес білім алуының барлығына кінәлі ол оның тәрбиешісі деп айтады. Сол себепті баланың болашағындағы жетпеген жетістіктің бәріне оның ұстаздар кінәлі. Сол себепті осы сөз қаншалықты ауыр болса да, біз оны ұстаздарға айтуымыз керек. Ұстаздар осы оқушы, мұғалім деген, ұстаз деген дәреженің қаншалықты ауыр екенін сезінсе екен деген мақсатпен осы видеоны жасағанбыз. Құрметті ұстаздар, енді біз Дарын онлайн ол ұстаздарға қандай көмек бере аламыз? Осы уақытқа дейін біз әрбір істеген ісімізде ұстаздарымыздың жасайтын жұмыстарын жеңілдетсек деген мақсатпен әрбір өнімімізді дамыту, жақсарту үстіндеміз. Сол себепті біздің Дарын онлайнның өнімдерін пайдаланыңыздар. Ол біздің Дарын онлайнның өнімі сіздің балаңызды, сіздің оқушыларыңызды тәрбиелеуде сізге орасан зор көмекші құрал болатынына біз сенімдіміз. Құрметті ұстаздар, сонымен сіздермен бізге құрметті ұстаздар, сіз болып, біз болып, болашақ біздің ұрпағымызды биікке жетелейтін маман болайық, сіздерге біз де көмекші құрал болайық. Олай болса, жұмыстарыңызға тек қана сәттілік. Егер де біздің Дарын онлайнға қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, осы төмендегі комментарийға қалдырсаңыздар болады. Әрбір комментарийді өзім оқып, тікелей өзім сіздермен кері байланысқа шығып жауап беретін боламын. Олай болса, жұмыстарыңызға сәттілік.